Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен Рамазан нанының рецептімен бөлісетін боламын. Рецептке керекті заттарды описаниямда қалдырамын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Нандарыңыз өте жұмсақ әрі дәмі өте керемет болып шығатынына сенімдімін. Сіздермен бірге мен Мадина. Ең алдымен бос ыдысымызға жылы суымызды құйып, үстінен қантымызды салып, жақсылап ертіп аламыз. Сосын ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Үстінен жылы сүтімізді, сосын ерітілген сары майымызды құйып, және араластыратын боламыз. Енді үстінен жұмыртқаның ақуызын саламыз. Сосын тұзымызды салатын боламыз. Және араластырамыз. Сосын ең соңында ұнымызды аз мөлшерден салып, жұмсақ етіп қамыр илеп шығарамыз. Ұнды қаншалықты аз салып илейтін болсаңыздар қамырда, соншалықты нандарыңыз жұмсақ болып шығады. Қамырды илеп болғаннан соң, соңынан және сұйық майды 1-2 тамшы тамызып, және қайтара илеп жіберетін боламыз. Міне қамырымызды илеп болдық. Енді жылы жерге 1 сағатқа бетін жауып қоямыз, қамырымыз көтерілгенге дейін. Біздің қамырымыз ашыды, дайын. Енді ыдысынан босатып, 2 бөлікке бөліп аламыз, бірдей етіп. Осылай дөңгелек пішін етіп жасап аламыз. Енді пергамент қағазымызды дайындаймыз. Пергамент қағазымыздың үстіне кішкене сұйық май жағып, қамырымызды бір тегіс домалақ етіп, қолымызбен жайып шығамыз. Дәл осы видеодағыдай. Жайылған қамырымыздың қалыңдығы 1-1,5 сантиметрдей болуы қажет. Міне мен нанымды бір тегіс етіп жайып алдым. Енді 20 минутқа бетін жауып қоямыз. 20 минут өткеннен соң саусақтарымыздың ұшын сұйық майға батырып, осылай бетін сәндеп шығатын боламыз нанымыздың. Енді нанымыздың бетіне жұмыртқаның сары уызын жағатын боламыз. Енді соңынан бетіне күнжутты септім. Сепсеңіздер де болады, сеппесеңіздер де болады. Бұл ең бастысы әсемдік үшін. Және де қызып тұрған печкада нанымызды 180 градуста 20-30 минут пісіріп аламыз. Достар, міне мен наным пісті. Дәмі өте керемет, әрі өте жұмсақ болып шықты. Кеңес беремін, сіздер де жасап көріңіздер.